Қарсы алыңыздар, алдарыңызда Жеңіс Қақова және Ларион Лян. Менің есімім Ларион, тегім Лян. IC Group компаниялар тобының негізін қалаушымын. 13 жылдан бері кәсіпкерлікпен айналысамын. Ән айтуды үйрену арманым еді. Және қазақ тілінде үйренгім келетін. Ал мына жерде бір оқпен екі қоянды атып отырмын. Мен Жеңіс Қақова, мен әншімін. Балаларым арқылы таныдым Ларионды. Қаншама адамға жұмыс беріп жатып отырған, өзі сондай тренингтер өткізеді, осындай деп отандық бизнесмендерді айтқан кезде осы соның ішінде Ларион болды. Анам Жеңіс Қақовамен бірге ән айтатынымды білгенде қатты қуанды. Өте ауыр әншілік келген кезде бұл кісінің табиғаты тақтаған негізінде. Құлақ естімейді. Не айтып жатқанын өзі түсінбейді. Бірақ көңіл сайрайды. Бір сенімділік бар, ұмтылыс бар. Сондықтан да соны жаттап, тырмысып, осы мен жасаймын деген бір жақсы мінез бар. Бұл маған үлкен сынақ. Яғни, қолымнан келеді ме жоқ па деп өзімді сынап көрмекпін. Бірінші орынды алармыз деген үміттемін. Ең алғаш боп сахнаға шыққалы тұрсыздар. Қобалжу бар ма? Қобалжу деген не? Жоқ дейсіз ғой ешқандай да. Жоқ. Қорықпайсыз. Ларион, сенде қобалжу бар ма? Вообще ни грамма. Вперед, только вперед. Жарқын жандары, асқарлы арманы бар, аспанды таулары бар, бақшалы баулары бар. Солай, қазақ жері осындай. Солай, қазақ жері осындай. Алатау, Алтай расы, Еділ-мен Ертіс саласы, Үстіртпен Кірістіге, Керембес Кемістіге, Қырсыз Кеністіге. Жеңіс Қақовасында тұңғышбайға не істейміз біз, не істейміз? Масқара ма? Қалайсыздар? Білмеймін, мен қорқа бастадым. Жеңістің екпіні жаман. Аға, не істейміз? Қазақ жері осындай. Солай, қазақ жері осындай.
Жеңіс Қақова, Ларион Илья. Ең алғашқы жұбымыз өз өнерлерін көрсетті. Бірінші болып шыққан әрине қашанда қиын. Құрметті қазылар алқасы, ал сіздердің пікірлеріңізді тыңдағымыз келіп тұр. Медеу мырза? Дуэт болып айтқан кезде әрқашанда бір түсу керек түсетіне. Бұл әннің ең басты, ия солай, ия солай. Сол жерде сәл үндестік болмады. Жалпы бұл өзі, бұл вокалды конкурс емес қой, бұл жалпы, бұл жерде әнде болу керек, шоуда болу керек, шеберлікте болу керек, бәрі бір-бірін толықтырып тұру керек та. Бұл вокалистердің конкурсы болса, онда бізден тек әміре ғана кетеді, Жұбаныш екеуі. Беттерін айтайын. Шын айтам. Сондықтан бұл шоу. Соның барлығын бағаласа ғой, мен осы отырғанда жүрегілерге жыным келіп отыр. Ларион алғашқы шумағында аздап ауытқулар болды. Екінші шумағында жарайсың, Ларион. Түсті. Осы ретте Ларион мырза үшін көрермен енді сахнада бірінші болып бастау оңай емес. Сіздердің тараптарыңыздан бір жақсы қошемет керек болып тұр. Тамаша. Нағима Хатуқызы, сіз не айтасыз? Тек қана бой емес, өзі дауыспен Ларионды басып бердім ғой, айналайын. Кішкене ғана дауысынды басу керек еді. Толқын ханым, енді Нағима апайдың айту бойынша Жеңіс ханым Ларион мырзаға ән айтқызбай қойған секілді, өзі дауысын қаттырақ шығарып деген секілді. Ал сіздің пікіріңіз қандай? Бұл жерде мен ойлаймын, дуэт болғаннан кейін кішкене енді арқасы қозып тұр, да осал жігіт емес, арқасы қозып тұр ол кісінің де. Бірақ та кішкене мына сахнаға толғаныспен шыққаннан кейін кішкене оны қолдау керек еді, сонда жетелеу керек еді. 100% үндестік болар еді мен үшін. Сіздерді Жеңіс ханым, Ларион мырза сахна сыртына шығарып саламыз. Көрменің қошеметімен әрине. Айтқан пікірлеріңізге қосыламын, сіздерге көп-көп рахмет. Өткізіп жатсаңыздар, сүйреуге тырысам. Тамаша. Уәде берді, қошеметтеріңіз. Ларионға бұл ән келмеді. Ларионға мүмкін лирикалық бағыттағы ән мүмкін келеді. Менің бір байқағаным бар ғой, Медеу. Мына сөздерін анық жатталмағанда, анық білмегеннен кейін олар кішкене әсіресе кім Ларион. Кішкене өз-өзіне сенбеушілік пайда болды да. Сондықтан жеңіске қысылыңқырап тұрды. Жеңіске қарап, бүйтіп жалтақтап, қайта-қайта. Жеңіс оған қарамай, мына жақтағы бітке қарап, өзі сахна қаншайымы болып тұрды. Ойында болу керек еді. Арасындағы үндестік болу керек еді әрине. Болмады ол, болмады. Тек қана дауысты емес, ән айту жағынан емес, бір-біріне қарап, көрерменмен байланыс болу керек еді. Ларион, сіз алғаш рет сахнаға шығып ән айт. Оның үстіне жанды дауыста. Да. Вы знаете, Жанымда жеңіс бар болса, мен ештеңеден қорықпаймын. Тіпті осы жерде лезгинка билеп бере аламын. Жұлдыздарымыз сахна төрінде дауыс беруді бастасақ. Құрметті қазылар алқасы, естеріңізге сала кетейік, әр жұпқа берер баға қатысушылар санына байланысты. Яғни бүгін 8 жұп қатысып жатқандықтан беретін ұпай 1 мен 8 сан арасында болмақ. Қазылар алқасының бағасын білейік, ең алғаш өнер көрсеткен жұп Жеңіс Қақова, Ларион Илья. Бір. Неліктен? Толқын ханым. Негізінде мына жұптардың бәріне қарап отырсақ, мен үшін ең шиклеу, мына дұрыс жұмыс істелінбеген, кейбір жерлерде мына текстен ауытқып жатқан жұп осы болды мен үшін. Қазылар алқасының мүшелері өз дауыстарын берді. Енді естеріңізге сала кетейік, дауыс беру 50-50, сондықтан да сізде дәл қазір керемет мүмкіндік бар өздеріңіздің сүйікті жұптарыңызды
аман алып қаласыздар. Сондықтан ереже баршамызға ортақ. 1 мен 8 ұпай арасындағы сандарды ғана пайдалана аласыздар. Бір қатысушыға берген ұпайды екінші қатысушыға беруге болмайды. Сонымен дауыс беру 2 жұлдыз мобильді қосымшасы арқылы жүзеге асырылады. Сонымен бастайық. Өкінішке қарай бүгін ең төмен ұпай алып жарыс жолынан шығатын Ларион Лян Жеңіс Қақова 8,3%. Ларион мырза, Жеңіс ханым, ортаға келіңіздер. В первую очередь я хотел бы извиниться. Біріншіден, өз ханшайымынан кешірім сұраймын. Большое спасибо. Қазылардың әділ бағасына рахмет. Мнению жюри. От этого я просто сделал вывод, что на самом Менің деле ұққаным, каждый должен әр заниматься адам своим өз ісімен делом. айналысуы керек екен. Если я Мен бизнесмен, я кәсіпкермін. бизнесмен. Осындағы И барлық қатысушыларға каждому творческому человеку я сәттілік тілеймін. пожелаю удачи и только вперед. Ну что Айтарым еще? осы. Ларион өзінің тірілігінің жұмысының шебері, сондықтан да Ларион ол өз жұмысында, өзінің саласында әрдайым жұлдыз болады, мен оған сенімдімін. Ал менің жұлдыз екенім это бесспорно. Ларионға мүмкіндік беру керек еді. Келсеңіздер ме? Соны айтайын дедім. Рахмет жылы лебізіңізге де, датыңызға да. Алайда бәрі алда, нағыз өнер айқасы енді қыза түспек.